Олардың зымиян саясаты түрік халықтарының тарихын таяз қылып көрсету. Оның ішінде 3000 жылдық қазақ тарихында жоққа шығару арқылы сол елден шыққан әлемнің әміршісі Шыңғысханды қазаққа, түрікке жақындатпау олардың басты мақсаты болатын. Қазақ елінің, жалпы түрік елінің ұлы қағаны, әр әлемнің ұлы жаһангері Шыңғысханды түрік халықтарының жауы етіп, түрік халықтарын қырған жауыз қылып көрсету арқылы біздің елде оны ұлы тұлғасын жауыз жеккөрінішті етіп көрсетіп, ұрпақ санасына сіңіріп келді. Ұлы жаһангер қағанды біздің елден алыстату үшін олар қыруар жұмыстар жүргізді. Моңғол деген жеңімпаз халықты ойдан шығарып, олардың жалған тарихын жаңадан құрап жазып беру арқылы түрік халықтарының шынайы тарихын жоққа шығару екі аяқты жауыздардың негізгі мақсаты болатын. Солардың әрден ойлаған арам ойынша түрік халқының қалың ортасынан шыққан Шыңғысхан да оның елде түрік емес, мүлдем басқа ел моңғол болса, түрік халықтарының арғы тарихы өзінен өзі жоқ болып шықпай ма? Олардың көздеген мақсатының астарында елдің рухани тірегі болып келетін түрік халықтарының тарихын таяз қылып, ұлы тұлғаларын жамандау, ұлы хандарын басқа елден деп көрсету арқылы рухани әлсірету. Шыңғысханнан бұрынғы тарихы жоқ болғаннан кейін барлық түрік халықтарының тарихы таяз болады, не мүлдем жоқ болып шығады. Мақтанарлық тарихы таяз, ғылымы мен мәдениеті жоқ халықтың рухани мәдениеті, болмысы, өркениеті де өзінен өзі төмен болатыны белгілі. Осындай халге түскен халықтың өнері, ғылымы, ділі біртіндеп әлсірейді. Ондай елді басыбайлық құл жасап алу оңай болатыны түсінікті жағдай. Орта ғасырларға дейінгі заманда түрік халықтары бүкіл Еуразияға билігін жүргізіп келді. 15 ғасырдан бастап Шыңғысхан ұрпақтары құрған мемлекеттегі хандар бірімен бірі таққа таласып жүріп өздерінің елдерін әлсіретіп алды. Осы таластың ақыры түрік халықтарының басынан бағы тая бастағанның алға шарты болды. Кешегі бүкіл Еуропа мен Азияда арыстандай ақырып, жолбарыстай шақырып билігін жүргізіп тұрған Шыңғысхан ұрпақтарының арасындағы билікке талас өздерін де олардың негізгі тірегі болып келген түрік халықтарын әбден қалжыратты. Олардың әлсірей бастағанын пайдаланған кешегі олардың қол астындағы бодандары біртіндеп қулығын асырып, хандары біртіндеп биліктен шеттете бастады.